Бульдозер машинесі тау жыныстарын, топырақты және көмірді жылжыту, жер бетін тегістеу, технологиялық жолдарын салу, тегістеу, тазалау және техникалық аймақтарды дайындау сияқты жұмыстарды жүзеге асырады. Бульдозер тізгінін ұстаған машинист жер бедерін өзгертетін, кеншіктің тынысын ашатын нағыз шебер. Ол ауыр техниканың әр тетігін, әр қимылын жетік біледі. Машинист үшін бульдозер жай ғана темір емес, алып күшке ие серік іспетті. Техниканы дұрыс пайдалану мен оны ұқыпты күтіп ұстау бульдозер машинистің басты міндеті. Жұмыс барысында қауіпсіздік ережелерін қатаң сақтау тек өзінің ғана емес, өзгелердің де амандығын қамтамасыз етеді. Кәсіпорынның тұрақты жұмысы мен көмірдің үздіксіз өндірілуі бульдозершінің еңбегіне тікелей байланысты.